Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге жаңға дау арнасы. Бүгін үй жағдайында тұмаудан емделіп, өкпеңізді тазартып, жөтелді небәрі 3 күннің ішінде кетіруге арналған ең оңай керемет рецептпен бөлісемін. Корица жүйке жүйесінің қызметін жақсартады, ағзадағы шлак пен токсиндерді шығарады, ашығу сезімін басады, диабетіңізді төмендетеді, қан айналымын жақсартады. Зімбір ас құрту жүйесіне де пайдалы. Оның хош иісі іш кебу кезінде көмектесетіні дәлелденген. Сондай-ақ ұйқы безі ферменттерінің түзілуіне ықпал етіп, ас құртуды жақсартады, зат алмасуды жеделдетеді. Зімбір тамыры есте сақтау қабілетіне оң әсер етіп, теріні жақсартуға және безеуді азайтуға көмектеседі. Қалампырдың емдік қасиеті жоғары. Нақтырақ айтқанда, ауыз қуыс ауруларын емдеуге қабілетті. Ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ шайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, диабетті ашады. Лимон құрамындағы дәрумендер қан тамырларын беріктендіріп, қан қысымын көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алуы. Лимонның сыртқы қабығын жақсылап тазалап тұрып жуып, видеода көрсетілгендей тураңыз. Осы жерде, егер сізде электрондық плита бар болса, қалыпты жылы мөлшердегі суды құйып, жақсылап тұрып қайнатып аласыз. Бірақ менің жағдайымда менде ондай плита болмағандықтан мен қайнаған ыстық суды құйдым. Құрметті көрермен, біздің каналды 90% адам жазылусыз қарайды екен. Олай болса, каналға жазылып, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізді одан сайын шабыттандырады. Балдың адам денсаулығы үшін пайдасы көп. Атап айтқанда, бал қан құрамын жақсартады, ішкі ағзалардың қызметін жандандырады, иммунитетті арттырады, дененің физиологиялық қызметін, күш-қуатын қалпына келтіреді, мидың жұмысын жақсартады. Сіздермен бірге болған жаңға дауа арнасы. Пайдалы ақпаратты бірінші болып естігіңіз келсе, каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.